Баршаңызға сәлем. Бүгін сіздермен қатпарлары анық көрініп тұратын, дастарханыңыздың көркін кіргізетін осындай әдемі самсалардың рецебімен бөлісетін боламын. Менімен бірге дайындап көріңіздер. Сіздерге дайындаған видеомды соңына дейін көріп, қазақша YouTube'тың дамуына үлесіңізді қосып, пікір қалдырып, лайк басуды ұмытпаңыз. 300 граммдай суға 1 шай қасық тұзымызбен 1 жұмыртқамызды жақсылап араластырып алып, қамыр илейтін боламыз. Қолға жабыспайтын, қатты да емес, жұмсақ та емес, осындай қамыр илеп алдық. Енді қамырымызды, салмамызды дайындап алғанша демалдырып қоя тұрамыз. Салмасына қосатын етті, ет тартқыштан емес, осылай ұсақтап қолмен турап алғанды жөн көрдім. Қажеттілігіңізге қарай пияз араластыратын боласыздар. Маған сол 1 пияз жеткілікті болды. Етімнің көлеміне қарай қолданған болатынмын. Қалауыңызға қарай дәмдеушілер қоссаңыздар болады. Менің етім тұздалған болғандықтан мен тұз салмадым. 1 шай қасық бұрышымызды салып араластырамыз. Қатпарлы қамырымызға маргарин немесе дүкеннің сары майын қолдансаңыз болады. Мен құйрық май пайдаланған болатынмын. Құйрық майымызды осылай ұсақтап турап алып, қазанымызға салып, отқа ертіп аламыз. Дайын болған қамырымызды 5-6 бөлікке бөліп, 5-10 минутқа бетін жауып, тағы да демін алдырып аламыз. Ендігі кезекте қатпарлы қамырымызды дайындауға кірісеміз. Ол үшін дайындап қойған 6 қамырымызды біртіндеп жайып аламыз. Еткен нан жайғандай жұқа қылып жайып аламыз. Қамырларымды толығымен жайып алдым. Енді ортасына ерітілген құйрық майымды жағып, біртіндеп қамырларды жинайтын боламын. Ауа қалып қойған жерлерді оқтаудың көмегімен осылай жазып жібереміз. Дайын қамырымызды рулет қылып осылай орап аламыз. Рулетімізді жарты сағатқа тоңазытқышқа салып қоямыз. Тоңазытқышта қамырымызды ұзақ ұстап, қатты қатырып жібермеңіздер. Жарты сағат ұстасаңыз сол жеткілікті. Дайын қамырымызды теңдей бөліктерге бөліп, ортасына салмамыз салып, самсаларымызды түйетін боламыз. Самсамызды орташа отта 40-45 минутта пісіріп аламыз.
Міне осылай менің самсаларым әп-әдемі болып пісіп шықты. Сіздер де менімен бірге жасап көріңіздер. Видеомды соңына дейін тамашалағандарыңызға үлкен рахмет. Каналыма тіркелуді, лайк басып, қоңырауша белгісін басуды ұмытпаңыздар. Астарыңыз дәмді болсын.